Қайырлы күн достар, арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Асель. Бүгінгі видеода осындай закуска қызанақтан дайындайтын боламыз. Дәмі өте тәтті, маринованный. Кез келген уақытта тамаққа қоссаңыздар да, және де жеке салат ретінде де жесеңіздер болады. Бұл түске басарды дайындау өте оңай. Сондықтан видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен өстіп 2-3 килограмм қызанақты аламын, және де 4-5 бас майда пиязды алып, осындай сақина тәрізді етіп турап аламын, және бір уыстан көбірек райхон жапырақтарын, лавр жапырағын алып дайындап қоямын. Бір бас осындай ащы қызыл бұрышты алып, қиғашынан жіңішке етіп турап шығамын. Сіздер көк ащы бұрышты алсаңыздар да болады. Ең бастысы қызанақты таңдаған кезде майдалау, сопақтау түрін таңдайсыздар, және де қызанақ өте жұмсақ, пісіп кеткен болуы қажет. Барлық қызанақтарды дәл өстіп видеодағыдай ортасынан бөліп, ортасындағы өзегінен тазалап шығасыздар. Қаласаңыздар қызанақты бөлмеуге де болады, бірақ ол кезде қызанақ қызып, сыртындағы терісі ашылып кетуі мүмкін. Сондықтан қызанақты екіге бөліңіздер деп кеңес қыламын сіздерге. Және де әр банкаға 1-2 тіс чеснок саласыздар. 1 литрлік банкаға мен үлкен ірі 1 тіс чеснокты және 1 дана лавр жапырағын салдым. Лавр жапырағын екеу олып көбірек қып салуға болмайды, себебі жапырақтың дәмі қызанаққа шығып, жаңағы закускамыздың дәмін бүлдіріп жіберуі мүмкін. Енді лавр жапырағы мен чеснокты салғаннан кейін өстіп астына қызанақты ішкі бетін сыртына қаратып қалап шығамыз. Видеодағыдай бос кеңістік қалдырмай, ортасына да қызанақты салып, бірінші қабатты толтырғаннан кейін жаңағы сақина тәріздес пиязды қойып, тегіс қып қалыңдау төсеп шыққаннан кейін оның бетіне райхан жапырақтарын төсеп шығамыз. Бұл жерде тағы сіздерге айта кететін бір жайт, райхон жапырақтарын ыстық суға салып жуушы болмаңыздар, себебі ол түсін және құнарын жоғалтып алуы мүмкін. Сондықтан райхон жапырақтарын тек қана салқын суға бір салып аласыздар, ал лавр жапырақтарын ыстық суға бір салып аласыздар. Сонда олар өз құнарын, дәмін, иісін, түсін сақтайды. Бірінші қабатты қалап болғаннан кейін дәл осындай ғып екінші қабатты да қалап қайталаймыз. Екінші қабатты қайталап болғаннан кейін дәл бірінші қабаттағыдай пиязды бетіне райхон жапырақтарын қойып, ең бетіне сыйғанша қызанақты төсеп шығамыз. Содан соң көк ашты бұрыш болса, соны салсаңыздар болады. Менде көк ашты бұрыш болмағаннан кейін қызыл ашты бұрышты өстіп турап 2-3 талын салдым. Одан артық салсаңыздар қызанақтарыңыз ашты болып кетеді. Және де банкаларға құйғанға жететіндей етіп, мен алдын ала газға су құйып, таза су құйып қайнатып қойдым. Осы жерде мұқият болатын нәрсе, сірке суының пайызына қарай қосасыздар. Егер сіздерде жалпы сірке суы болатын болса, оны бір шай қасқы жетпейтіндей жарты мөлшерінде құясыздар 1 литрлік банкаға. Егер алмалы сірке суы болатын болса, бір шай қасық толтырып салсаңыздар болады. Мендегі су жалпы сірке суы болғандықтан бір шай қасыққа сәл жеткізбей құйдым. Енді банкаларға біз ең алдымен барлығына өстіп бір шай қасыққа жетпейтіндей етіп сірке суын құйып шықтым. Сірке суынан кейін бір шай қасық шекерден салып шықтым, және бір шай қасық тұздан салып шықтым. Банкаға тұз бен шекерді қатар салатын болсаңыздар, сіздердің қызанақтарыңыз маринованный болып шығады. Маринованный қызанақ өте жақсы болады қыстың күні. Әсіресе закуска ретінде қолдансаңыздар. Енді барлығын өстіп түгелдеп салып алғаннан кейін барлық банкаға қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Ыстық суды құйғаннан кейін банкадағы суды 5-10 минуттан кейін төкпейміз. Ыстық суды құямыз да
бірдестен ауа кіріп кетпейтіндей етіп темір крышканы өстіп жауып шығамыз. Ауыздарын банканы дұрыс жауып болғаннан кейін банканы орап жылы жерге қоясыздар. Салқын ұзлағаннан кейін тоңазытқышта ұстасаңыздар да болады, немесе салқын жерге қойып қоясыздар. Міне қызанақтан закусканы да жауып болдық. Достар, сіздерге менің видеом ұнады деген ойдамын. Соңына дейін көргендеріңізге сіздерге рахмет. Видеомен міндетті түрде достарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісіңіздер. Видеоны бөлісу арқылы арнамның дамуына үлкен үлес қосасыздар. Достар, алдағы уақытта менің осындай қызықты видео рецептілерімді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, лайк басып, түсінбеген сұрақтарыңызды комментарий бөлімінде жазыңыздар. Мен міндетті түрде сұрақтарыңызға жауап беремін. Сіздермен бірге болған Айсел. Арнамда келесі кездескенше сау болыңыздар.